Құрметті қыз-келіншектер, сіздермен бірге өте дәмді бір жасағаннан шығатын, ауызға салса еритін сметаник пирогын дайындаймыз. Міндетті түрде жасап көріңіз, сізге ұнайтынына кепілдік берем. Видеоны көрмес бұрын ең алдымен каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз, достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Ең алдымен пирогымыздың қамырын дайындаймыз. Бізге ұн, қант, разрыхлитель, жұмыртқа, сары май қажет болады. Таза ыдысымызға ұнымызды саламыз, үстінен разрыхлитель және қантымызды салып, оның үстінен бөлме температурасында тұрған сары майымызды салып, жақсылап қамыр илейміз. Бұл жерде бір-біріне қатты жабыстырудың қажеті жоқ, тек қана осылай ұн мен майды араластыра отырып, песочный қамыр шығады, крошка дайындаймыз яғни. Осылай жаймендеп қолымызбен илесеңіздер, осындай әп-әдемі крошкалар шығатын болады. Міне осындай песочный қамырдың үстіне бір жұмыртқамызды қосып, қамыр илейміз. Өте жұмсақ қамыр шығады. Менде S0 жұмыртқасы, яғни үлкені. Міне осындай қамыр шықты. Енді осы қамырымызды пищевой пленкаға немесе целлофанға салып, холодильникке жарты сағатқа қойып қоямыз. Енді ішіндегі начинкасын дайындаймыз. Ол үшін қаймағымызға қантымызды және 4 жұмыртқамызды қосып, араластырамыз. Бұл жерде миксерді пайдаланбаңыздар, миксермен араластыруға болмайды. Венчикпен немесе осылай вилкамен бір-біріне біріктіріп араластырсаңыздар жеткілікті. Жақсылап біріктіреміз. Міне бізде осындай бір келкі масса шығады. Енді табамызды дайындаймыз. Менде 24 диаметрлі таба. Фольгамен астын қойып, осы холодильниктен қамырымызды алып, жартысын алып қаламыз. Ол бізде бортикке қажет болады. Енді қалғанын осы табамыздың астына жақсылап орналастырып шығамыз. Осылай қолдың көмегімен бір келкі қылып жайып шығыңыздар. Міне осындай болды. Енді жаңағы алып қалған қамырымызды осылай шеттеріне жабыстырып жайып шығамыз. Бұл бізде бортик болады. Астында қамырды барлық жеріне созбас үшін осылай ыңғайлы. Міне осылай болды. Барынша кішкене бортигімізді сәл үлкенірек қылып жасай беріңіздер, себебі начинкаларыңыз асып кетпеу үшін. Енді осы қамырдың үстіне дайындап қойған салмамызды саламыз. Міне егер байқасаңыздар, бортиктің жаны үлкен болып, біздің қаймағымыздан асып тұр. Енді осыны жаңағы қолымыздың көмегімен осылай біздің салмамызбен бірдей етіп басып шықсаңыздар болады. Сонда біздің пирогымыздың беті бір тегіс болып шығады. Қызып тұрған 180 градус пеште 35-40 минутта пісіп шығады. Міне осындай өте дәмді болып шығады. Беті дірілдеп тұрады. Бірақ қатты былай сұйық болып кетпесін, сол жағынан мұқият қараңыздар. Егер видео ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер.